Прокурор болғыңыз келе ме? Онда сізге жақсы жаңалық бар. Бүгіннен бастап өтінім беруге болады. Қандай жалақы бар, қандай шарттары бар, түсіндірейін. Бұл туралы Бишімбаев ісінде танылған прокурор Айжан Аймағанова айтып берді. Айтпақшы, оның шені жоғарылап, желі қолданушылары оны құттықтап жатыр. Сонымен қалай прокурор қызметіне орналасуға болады? Қазір бәрін түсіндірем, ал толтыруға тиіс өтінімнің үлгісін әшкере Telegram арнасынан табасыз, сілтеме профильде. Сонымен прокурор болу үшін Қазақстанның бас прокуратура жанындағы құқық қорғау академиясында міндетті бастапқы кәсіби дайындықтан өту керек. Бұл академияда 1 жыл оқуыңыз керек. Академияға жасы 35-тен аспаған, жоғары білімі бар азаматтар қабылданады. Ол үшін мемлекеттік қызмет істері агенттігінде тестілеуден өтесіз. Сосын медициналық және психофизиологиялық тестілеуден өтесіз. Ал емтихан тапсырған соң академияға іріктеу жүргізіледі. Осы академияны сәтті аяқтасаңыз 100% жұмысқа орналасасыз. Оқу кезінде 40 мың теңге сомасында шәкіртақы аласыз. Ал жұмысқа орналасқан соң ең төменгі жалақы 164 мың теңге болмақ. Өтінімді 15 тамызға дейін жіберіп үлгеруіңіз керек. Сондықтан әшкере Telegram арнасына кіріңіз де барлық шарттарын және өтінім үлгісін жүктеп алыңыз. Сілтеме профильде.